iPhone немесе Android смартфон? Қайсысы жақсы? Бұл күрделі сұрақ болғандықтан күрделі жауапты қажет етеді. Бірақ осы видеода сізге осы сұраққа барынша қысқа әрі түсінікті түрде жауап беруге тырысамын. Алдымен iPhone-ның, сосын Android смартфондардың артықшылықтары айтылады. Одан кейін әрқайсының кемшіліктері айтылып, кімге iPhone, ал кімге Android смартфон алған дұрыс екенін анықталады. Ал енді iPhone-дардың артықшылықтарынан бастайық. Сапасы. iPhone-ды алсаңыз, оның сапасы жайлы уайымдамасаңыз болады. Жаңа iPhone тұрсын, ескі iPhone-ның өзі 10 жыл өтсе де әдемі көрінетіні сөзсіз. Apple дизайн және қолданатын материалдарға қатты мән береді. Сондықтан көбінесе адамдар iPhone-ды қолға бірінші рет алғанда оларға бірден ұнап қалады. Камера. iPhone-да әрдайым ең жақсы камера болады. Ал біреу осымен келіспей, бірінші орынды басқаға берсе де, екінші орынды міндетті түрде iPhone-ға береді. Осы мәселеде үлкен пікірталас болғанымен, Instagram-ға Stories iPhone-да ең сапалы шығатыны жайлы ешкімде күмәні жоқ. Келесі артықшылық, оңай әрі тиімді сатып жіберуге болады. Қандай ескі, тіпті сынып тұрған болса да, iPhone-ға сатып алушы тез табылады. Ал Android смартфондардың бағасы сатып алғанда қымбат болса да, сату қиын болмақ. Одан кейінгі артықшылығы, аксессуарларды табу өте оңай. Кез келген чехол сататын дүкенге келіп, менде осындай iPhone десеңіз, сатушы көп іздемей-ақ алдыңызға әртүрлі чехолдар қояды. Дәл солай бетіне қоятын шынысы болсын, басқа да керекті нәрселер болсын, табу қиын емес. Обновление басқа смартфондарға қарағанда әлдеқайда ұзағырақ қалып отыруы. Обновление өте керек нәрсе. Оның арқасында смартфон жаңа функция ғана емес, сондай-ақ операциондық жүйедегі ақауларды жоқ қылады. Басқа смартфондар көбінесе бірнеше жыл ғана обновление алса, Apple 5-6 жылдай обновление беріп отырады. Ал енді Android-қа көшейік. Бағасы. Android смартфондардың басты артықшылығы ол бағасы. Әрине, бағасы жағынан iPhone-нан да асып түсетін қаншама Android-тар бар ғой. Алайда сізде 20-30 мың ғана теңге болса, осы ақшаға да жаңа Android алса болады. Ол арқылы бүкіл керек заттарды жасай аласыз. Әрине қатады, камера онша емес, бірақ жоқ болғаннан бар болғаны жақсы ғой. Ал 80-90 мыңдық Android смартфондардың Android-тан айырмашылығын көп адам сезе бермейді. Үлкен таңдау. Android-ты таңдау сонша үлкен, тіпті ең талғампаз адам өзіне керегін табады. Кішкентай керек болса, ол бар. Үлкен керек болса, ол да бар. Үлкен батарея, жиналатын, алдыңғы камерасы осылай, немесе осылай, тіпті көзге көрінбей экранның астында болуы, және шығатын камера, қысқасын айтқанда, керегін табатыныңыз сөзсіз. Ашық система. Android өз қолданушыларын шектемей бүкіл мүмкіндікті ашық қалдырды. Қандай файлды жазғыңыз келсе де, сізге шектеу жоқ. Керекті программа Play Marketте жазылмай жатса, оны оңай интернеттен жаза аласыз. Батарея. Android смартфондар iPhone-ды батарея көлемінен бұрыннан озып кетті. Оның үстіне iPhone-да Android-тағы сияқты жылдам қуаттау функциясын әлі күте алмаймыз. Инновация ертерек болу. Инновацияның үлкен бөлігі Android-та бірінші шығады. Және оның үлкен бір көрінісі осы. Көріп отырғаныңыздай 2011 жылғы Samsung пен 2019 жылғы iPhone-ның экрандарының айырмашылығы. iPhone және Android смартфондарының екеуінің артықшылығын білдік. Енді әрқайсының кемшілігін айтып өтейік. iPhone-нан бастайық. Бағасы. Жаңа iPhone үшін $500 000 не одан да көп ақша кетіруге әркім дайын емес. Ал қолжетімді iPhone ол ескі iPhone. Және оны қолдана аласыз. Ал ескі iPhone-да болатын аурулар жайлы мен осы видеода айтқан едім. Жабық система. iPhone-дағы осындай шектеулер көп адамға кемшілік емес. Алайда Apple-дың осындай шектеулері кейде үлкен қиындықтарға әкелуі мүмкін. Мысалы, өткен жылдарда App Store-да ресейлік банктарға шектеу қойылған кезде көптеген ресейлік адамдар өзінің банкінің программаларымен қолдана алмай қалды. Сол кезде көптеген адамдар Android-қа көшті. Таңдау аз. iPhone-да егер сізге бір нәрсе ұнамаса, дизайны болсын, материалы болсын, немесе кез келген бір жағынан ұнамай жатса, басқа iPhone-дар көбінесе дәл сондай болады. Сондықтан сізде екі таңдау. Осының бәріне шыдап жүру, немесе Android-қа көшу. Артта қалу. Бағанағы инновация жайлы әңгіме өте орынды. Алайда кейбір адамдар iPhone-да технология толық дамығаннан кейін ғана шығады деген пікірде. Бірақ кім не десе де, iPhone
инновация жағынан көбінесе артта қалады. iPhone-ның тағы да бір үлкен кемшілігі ремонттың қымбат болуы. Егер де сіз iPhone-да экранды шағып алсаңыз, жаңа дисплейдің бағасы жаңа Android смартфонның бағасынан да асып кетсе, таң қалып жүрмеңіз. Енді ремонт сондай, енді не істейміз енді. Ал енді Android смартфондардың кемшіліктеріне көшейік. Сатып жіберу қиын. Жаңағы алған кезде бағасы 300-400 мың болып, кейін уақыт өте оны 100 мыңға әрең сатып жатсаңыз, таң қалмаңыз. Бұл Android смартфондардың айтарлықтай кемшілігі. Обновление аз болу. Әлемдік деңгейдегі Samsung, Xiaomi сияқты компаниялар өзінің смартфондарына бірнеше жыл обновление беріп тұрса да, аты шықпаған, әлемдік деңгейге әлі жетпеген көптеген Android смартфондардан обновление күтпей қойсаңыз да болады. Instagramдағы Stories. Бұл енді көптеген блогерлар болсын, өзінің бизнесінің парақшасын жүргізетін адамдар болсын, бұл енді үлкен кемшілік. Себебі Stories iPhone-да ғана көбінесе жақсы шығады. Соңғы кездерде қымбат флагман Android смартфондарда жағдай кішкене өзгеріп келе жатыр. Бірақ көптеген Android смартфондар үшін Instagramдағы жақсы Stories бұл енді мүмкін емеске жақын. Арнайы программалар жазып, форматты өзгертіп, әйтеуір бір тәсілмен жақсы сапада салуға болады негізі. Бірақ көптеген адамдар басын қатырмай iPhone ала салады. Міне осылай iPhone және Android смартфондардың артықшылықтары мен кемшіліктері жайлы білдіңіз. Егер де жас үлкен смартфонмен көп қолданбаған адамға іздесеңіз, 100 гигабайттан артық памяти бар Android алыңыз. Себебі үлкен адамдар WhatsAppпен көп қолданып, содан телефон туыстар, кластастар сияқты әртүрлі чаттардан келетін фото, видеомен толып кетеді. Ал памяти аз болса, жиі смартфонды артық нәрседен тазалап отыру керек болады. Оның үстіне көзін нашар көретін адам болса, немесе смартфоннан мүлдем хабары жоқ болса, Androidта арнайы осындай бәрі жеңілдетілген әрі үлкен батырмалармен режим бар. Егер де сізге жай ғана телефонмен сөйлесіп, WhatsAppпен қолданып, такси шақыруға жарайтын телефон керек болса, арзан Android жарай береді. Егер де батареясы мықты смартфон керек болса, 5000 мАh-ден асатын және быстрая зарядка функциясы бар Android керек. Немесе үлкен батареясы бар осындай алып Androidтар бар. Егер де жақсы камера керек болса, Androidта сондай телефондар шамамен 80-90 мыңнан басталады. Ал iPhone-ды 11 не одан да жоғарғысын алу керек. Ал сапалы Stories өте маңызды болса, iPhone-ды таңдаған дұрыс болады. Жоғарыда айтылған кеңестерді ескере отырып, жақсы смартфон таңдауыңызға тілектеспін. Сіз білесіз бе, күнделікті қолданатын тамақ өнімдеріне Латын Америкасының қоңыздарын қосады. Осы жайлы толығырақ білгіңіз келсе, экрандағы батырманы басып, немесе сипаттамадағы алғашқы сілтеме бойынша көре аласыз.